Соңғы уақыт еңсем көтерілмей, өзімді қылмыскер жандай айыпты сезініп жүрмін. Басқа бәле тілден деген рас екен. Өз-өзімді кінәлі сезінуінің де реті бар. Төсінікті болсын. Бәрін басынан бастайын. Мен жоғары оқу орнын бітірген соң жұмысқа орналаспақ болып, бармаған мекемем, ашпаған есігім қалмады. Барлық жерде қысқарту жүріп жатыр екен. Тауым шағылып, шаршап та кеттім. Арқа сүйер ағамның көмек берер көкемнің жоқтығынан налып, көше бойында жылап та келем. Алматыда жаңбыр құйып тұр. Көк тәңірінің көз жасымен жарысқандай менің де жанарым селдеп келеді. Қол шатырымда жоқ, тоңып та келем. Осы сәт қол шатыр ұстаған бір апай, қалқамау, тоңып тұрсын ғой. Жүр менің көлігіме барайық деді. Мен оған ызғарлана қарап, ызалана, тоңған жоқпын деп дүрс ете қалдым. Жүр қалқам, жылама, тілдесек деді де, менің иығымнан құшақтап көлігіне отырғызды. Солай біз таныстық, сөйлестік. Ол мені көлігімен жұмыс орнына алып келіп шай берді. Құдай жарылқаймын десе әп-сәтте екен. Ажар Ахат қызы осы мекеменің бастығының орынбасары болып шықты. Сол мекемеде іс тәжірибеден өтуіме кеңес берді. Оған да шүкір дедім. Арада біршама айлар өткен соң бастыққа айта жүріп, менің жұмысқа қабылдануыма көмектесті. Мен бақыт дедім. Адам баласы жамандыққа да, жақсылыққа да тез үйренеді ғой. Шынымды айтсам, дандайсып кеттім. Ол кісінің тілін бірде алсам, бірде алмай, берген тапсырмаларына жүрдім бардым қарадым. Малаласы сыртында, адам аласы ішінде деген, мен қайдан білейін. Ажар Ахат қызына қызғанышпен қарайтын адамдар да бар екен. Бастық сені жұмысқа алғанын болдап, саған бар айтқан өмірін жүргізіп, үстін тапсырма бере береді. Өзің жүдеп те кеттің. Сен соның айтқанына көне бересің бе деп, арамызға от салып жүргендерін мен сезбеппін. Неге екенін білмеймін, соңғы уақытта Ажар Ахат қызы мазасызданып, мұңайып селсоқ жүрді. Оның көңіл күйін сұрап, хал жағдайын білудің орнына, ол кісінің әрісіне көре алмаушылықпен, іштарлықпен қарайтын, көзінше күлімдеп, адал жандай көрініп, ал сыртынан сөз айтып жүретін қыз-келіншектермен қосылып алып, өзіме жанашыр болған жан туралы өсек сөз айтып, маған сабақ болсын деп өзінің де басынан өткерген өмір жайлы айтқан сырларын сыртқа жайып, жамандауға әуес болдым. Қыздар, сендер Ажат Ахат қызының үйі бар, күйі бар, жағдайы бар деп таң қаласыңдар ғой. Менің бір байқағаным, бұл кісі кешкі тамағын ішкен соң таң атқанша үйінен кетіп қалады. Күйеуі қайдан келді, қайда барады, тіпті шаруасы да жоқ. Екеуі бір-бірінен бөлек жандар секілді. Түсінбедім. Таң атқанша қайда жүреді, қайда барушы еді. Қонақ үйге баратын шығар деп қыздар сықылықтап күлсін. Масқара. Есік жаққа қарасам, Ажар Ахат қызы шығып барады. Біздің бар әңгімеміз естіді. Енді кіретін тесік таппай сасып қалдым. Сол күні жұма еді. Ертеңінде сенбі күні ол бөлімдегі төртеумізді таңғы 9-ға жұмысқа шақырды. Әрине, төртеумізде енді не болар деп таң атқанша көз ілмедік. Таңда атты. Жұмысқа келдік. Көңілсіз күй танытқан бастық апамыз машинаға отыруымызды сұрады. Біз үнсіз келістік. Жүріп келеміз. Бір кезде қаланың шетіндегі шағын ауылға келдік. Бізді үйден шыққан апа мен ата қуанып қарсы алып жатыр. Ой, Ажар қалқам, денсаулығың қалай? Сен ауырдым дегеннен бері осы ауылдың бәрі уайымдап жүр. Өзіңе айтар жаңалықтар көп. Сен келіп, қалама деп балаларды құлпынай теріп, тауықтың жұмыртқаларында көп деп жинап қойды. Апа, жарайды. Шай қойып жіберсеңіз кейін сөйлесеріміз деді ақырын ғана. Біз ештеңе түсінбей абдырап тұрмыз. Бізді шағын өзен жаққа бастап апарып, терең күрсінген Ажар Ахат қызы әңгіме бастады. Мен сендер айтқандай түнде ерігіп, серігіп қонақ үйде түнгі көбелек болып жүрген жоқпын. Әркімнің айтыла бермейтін қателігі мен сыры болады. Жұбайлар бар әңгімесі таусылған дегендей, менің де жұбайымен сырымды бөлісіп, айтылар әңгімем ертерек таусылды. Жалғызсырап қалдым. Бірақ мен өмірде өлмен емес, ажырасу деген сөзден қорқатынмын.
Оның да өзіндік себебі бар. Жас кезімде кетіп қалуыма да болар еді. Бірақ бір жағдай себеп болды. Көршінің келіні үнемі мұңайып көңілсіз жүретін. Бірде хал жағдайын сұрасам, мұңын шағып кетті. Ажар апа, менің ата-анам ажырасып, әкем өзге жанға үйленіп, анам басқа жанға тұрмысқа шықты. Әр балада бір шеше, бір әке болу керек. Менің тойымда 2 әке, 2 шеше болып, 4 адам қатар жүрді. Осы күні енем сол жағдайды бетіме басып, қыр соңынан қалмай айтатын болды. Жолдасым, үйде жоқта сенің қай әке шешеңді құрметтеп, құда-құдағи деп, төрге отырғызып сыйлаймыз деп, жанымды жей берді. Онсыз да әке шешемнің ажырасуы маған аз соққы болмап еді деп, егіліп жылап қалды. Мен көршім Айгүлмен арада болған осы әңгімеден соң көп ойландым. Ұлым мен қызым болашақта осындай күйде болмау үшін көніп төздім. Ал екінші жағдай. Мен күндіз қызметкермін, түнде кәсіпкермін. Бір жылдары банктен үлкен несие алып, жер сатып алып, үй салмақшы болдым. Бірнеше жер алдым. Үйдің де құрылысын бастап кеттім. Бірақ менің сатып алған жерінің құжаттары заңсыз болып шықты. Сотқа барып дауласып әділдік іздегеніммен еш нәтиже шығара алмадым. Ақыр соңында несиелерді өтеу үшін мен күндіз сендермен бірге қызметте болсам, түнде гүл базарына барып, таң атқанша гүл саттым. Кейде шұбара жасайтын цехтарда түнгі маусымда жұмыс істедім. Тіпті түнде жол жүріп, Талдықорған қаласына барып, сол жақтан араның балын сатып, таң ата оларды үстеме бағамен базаршыға өткізетінмін. Ауыл-ауылды жағалап қымыз, шұбат тасығанда күндерім болды. Мен мұны тіс жарып ешкімге айтпадым. Ешкімнен қарсы сұрамадым, ешкімге қол жайып жыламадым. Ал сендер, айлығымыз аз деп, анда тартсаң анда, мұнда тартсаң мұнда жетпейді деп, қарсы сұрағанда, қалтамнан табылатын ақша менің айлығымның көптігінен емес, осы түнгі еңбектердің арқасы еді. Өздеріңе шет жағалатып айтып көрсем, одан гөрі сендерге түріктің киноларын көріп, біреудің Ферхундеге, біреудің Банума, Шерзат па, кім еді, соларға еліктеп әңгіме айтқан тиімдірек көрінеді. Ал сенбі-жексенбі демалу керек деп, жиын тойға қонаққа барудан қолдарың босамайды. Менде сенбі-жексенбі деген жоқ. Қысы-жасы осы ауылға келемін. Ажар Ахат қызы әңгімесін аяқтай алмай, баяу басып, алға қарай жүріп кетті. Біз не істерімізді білмей үнсіз тұр едік. Қасымызға келген апа сабырмен сөйлеп кетті. Қарақтарым, жүріңдер. Самаурынға шай қойып табанан пісіріп қойдым. Қазір сарымайға былғап бұжыма деген тағам беремін. Айранда қаймақта бәрі бар. Жүріңдер үйге. Өздерің Ажар қалқамның кімі боласыңдар. Біз осы жерде 5-6 жыл тұрамыз. Ылғи да жалғыз келеді. Ашылып, бізге әңгімесінде айта бермейді деді. Біз апамен ілесіп, үй жанындағы сәкеге жайғасып, Кейуананың әңгімесін тыңдап отырмыз. Бізді жұрт Оралман дейді. Осы үйдің қожайыны қалада тұрады. Кейін осы үйін Ажарға сатып жіберді. Енді далада үйсіз қалдық қой деп жүргенде Ажар, біздің үйде тұра беріңіздер, пәтер ақы сұрамаймыз. Тек маңайға бау-бақша егіп, тауық ұстап, шаруашылықпен айналысайық деп кеңес берді. Біз келсе кеттік. Бүгінде Ажарға біз ғана емес, ауыл адамдары да дән риза. Бізді қаладағы театрға, концерттерге жиі апарып, балаларды жаз айларында демалтып, олардың оқуларына да көмегін беріп тұрады. Ажардың қаладан келуін бәріміз де тағатсыз күтеміз. Ол келген күн біз үшін мейрам, той. Өзі сондай ақылды, жанашыр жан. Соңғы уақыт көп ауырып жүр. Тез жазылып кетсеген деп, бәріміз тілейміз деген апамыз әңгімесін айта жүріп дастархан үстін шайнатып қойды. Бізде асқа деген тәбет жоқ. Күнделікті қасымызда жүрген жанның қадір қасиетін енді түсінгендейміз. Бізді сол күні қалаға келгеннен кейін Ажар Ахат қызының демалысқа кеткенін білдік. Біз оны тағатсыздана күтіп, қашан жұмысқа келеді деп сағынып жүргенімізде, ол кісі жұмыс ауыстырып басқа қалаға көшіп кетіпті. Кейін білдік. Бұл күнде біздің біріміз түнде лағман созып, оны дөккен асханаға өткізіп, біріміз гүл сатып, біріміз көптен қолға ұстамаған тігін машинасымен іс тігіп, әжептәуір іскер,
ісмер жан болып талдық. Көп нәрсені көкейге тоқып, көңілге түйіп, өзге әлемнен келгендей күй кешіп жүрміз. Бұрынғыдай өсек әңгіме айтып, Корей, түрік киноларының кейіпкерлерінің іс-әрекетін талқылап, талдайтын уақытымызда, тіпті зауқымызда жоқ. Ерінбей еңбек еткен жанға қаражатта табылады екен. Бірақ біз өзімізге анадай қамқоршы, ападай ақылшы, ұстаздай тәлім тәрбие берген жанашыр жан, Ажар Рахат қыздың жүрегіне өзекпен жазылмас жара салғанымызға өкініп жүрген жайымыз бар. Бізге қазір жаңа бастық келген. Кейде жағдайымызды айтып алдына баруға да батылымыз жетпейді. Бір өзі бар әлемнің мәселесін шешіп отырғандай, бізбен тілдесуге де уақыты жоқ. Қабағынан қар жауып, сендердің проблемаларың мені қызықтырмайды деп қатқылданады да отырады. Осындайда Ажар Рахат қызын қалайша еске алып сағынбайсың. Бұрын ол кісі жайлы күбір-сыбыр әңгіме айтатындарыңда іштей сағынып жүргенін сезем. Бәрін айт та бірін айт, маған не жоқ. Ажар Рахат қызы сәл қолы қалт етсе, хал жағдайымды сұрап қамқорлық көрсетіп, шашымнан сипағанда, мен анамның жоқтығынан налып, жастайымнан жетімдіктің зарын тартып өскенімді айтып, мұңымды шағатынмын. Алғашқы махаббатымнан да жолым болмай, қателік қадамда жасадым деп қиналғанымда, Ажар Рахат қызы құшағына басып, болашағың алдыңда, әлі бақытты боласың. Өткен іске өкінбе дейтін еді. Бірде осындай күйде жүргенімде Ажар Рахат қызы түсіме кірді. Біз жұмыстағы қыздар бәріміз бір дастарханның басында отыр екенбіз. Бірақ бізге бетін бұрмай, өзі ғана ән салып тұр екен. Бір кезде бәріміз сол әнге қосылып өмірге келгеніңе өкінбе сен деп жылап отырмыз. Содан оянып кеттім. Осы әннің бір шумағын қайта-қайта қайталадым. Сол бір аяулыда адал жанға деген сағынышым үдеп, жол жүруге асығыс дайындала бастадым. Қымбатты замандас, өзіңе жақсылық жасаған жанның сеніп айтқан сырының парақтарын өзгелерге ақтарып, жанын жаралап, көңіліне қая түсіруден абай болсақ деймін. Өмірде қандай қиындық болса да боймауды, әрбір істі қайырлыға жоруды, өткенге өкінбеуді мен де сол кісіден үйреніппін.